Ғылымдағы сенсация деп айтсақ та болады. 15-19 ғасырларда Европа және Америка карталарында қазақ мемлекет туралы не жазылған? Сіз біліп көрдіңіз бе жалпы бұған дейін? Жалпы мемлекеттігіміз туралы деректер батыс елдердің жазбаларында қай кезеңнен бастап көрсетілген? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білу үшін студиямызға заманауи зерттеулер институтының директоры, саяси ғылымдар докторы Мұхит Ардагер Сыдық Назаровты шақырған болатынбыз. Мұхит Ардагер Қаржаубайұлы, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Енді жаңа сұхбаттың барысында да алдында да сөйлестік. Бұл расында да ғылыми сенсация. Жалпы еңбегіңіз туралы, әуелі кітабыңыз туралы айтып кетсеңіз, мемлекет басшысының қабылдауында болдыңыз. Бұл еңбегіңізде не көрсетілген, не жазылған? Саламатсыздар, Ануар. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. 17 жыл өзімнің жүргізіліп отырған ғылыми зерттеулердің нәтижесі бұл Европа, Америка, таяу шығыстардағы кейбір мемлекеттерді тапқан қазақ мемлекетінің көне европалық және америкалық 15-19 ғасырлардағы карталары. Бұл жұмыс 2007 жылдан басталды. Мынау карталар ма? Да, соның ішінде мәселе көріп отырсақ, Қазақи Тартари, Қасақия. Кәдімгідей сол карталарда осылай мына Қазақи Тартари деп сол жерде жазылған. Қасақи Тартари деген сөз бұл қазақ түркілер мемлекеті. Және де біздің мынау қазақ мемлекетінің атаулары, жалпы мен айта кетейін, осы карталарды деген кезде мен сақтар, ғұндар, немесе тұран деген карталар мені қызықтырған жоқ. Тек қана нақты қазақ деген этнонимі, қазақ деген аты бар мемлекет. Ғылыми тілмен айтқанда, мемлекеттің аты оны политоним дейді, мемлекеттің билік жүйесі кротоним дейді, ал мемлекеттің халықтың аты бұл этноним дейді. Сондықтан осы 1,5 мың карта тек қана қазақ мемлекеті, қазақ деген нақты көрсетілген карталар. 2021 жылы осы карталарды бәрін жүйелеп, осы 1,5 мың карталының 10%-ын Брюссель қаласында, білесіздер, Брюссель тек қана Бельгияның астанасы емес, сонымен қоса бұл Европалық одақтың саяси, мәдени астанасы. Ол бір, екінші, не үшін мен Брюссельді шығарған болатын, өйткені Брюссель бұл жалпы менің Европалық халықтарына, оның орта ғасырлық картограф ғалымдарына деген өзімнің бір ықыласымен білсін деп соны шығарған болатын. Және де кітапты біз шығарған сапасы да сондай. Яғни бельгиялық қағаз жалпы, ол дүние жүзінде ең сапалы қағаз деп саналады. Яғни 600 жылдың ішінде ешқандай сарғаймайды, оны өзім куә болдым. Осы карталарды іздеген, зерттеген кезде. Ал енді осы ғылыми зерттеулердің нәтижесінде тек қана 1,5 мың карталары тапқан ол әрине ол табылды, бірақ сонымен қоса әр картада білесіздер орта ғасырда латын тілі ол жалпы европалық ортақ тілі болатын. Сондықтан көптеген карталарда қазаққа тиесілі, қазақ мемлекетіне тиесілі латын тілінде жазылған құнды ақпараттар, бұрын сонда болмаған ақпараттар берілген болатын. Соның бәрін аударып, қазақ мемлекет туралы сонымен қоса 1,5 мың карта, сонымен қоса 20 жаңа ғылыми жазба деректерін енгізген болатын. Яғни, осы 1,5 мың карталармен бірге, олар да ғылыми жазба деректер біздің Қазақстанның ғылымына, оның мәдени, ғылыми, ақпаратты кеңісіне, жалпы айналымына тұңғыш рет енгізіліп отыр. Қазақты Қазакия деп көбінесе атайтын болатын, немесе еркін қазақ мемлекеті, немесе еркін қазақтар мемлекеті, немесе қазақ корольдігі, мәселен француз тілінде Руаем де Казаки. Қазақ корольдігі деген бір ерекше естіледі екен. Солай. Өйткені мәселен генуэздік, венециандық карталарда Казагите, Кальцак дейді, мынау француз тілінде көшкен кезде CH әрбі Ш деген дыбысты береді, Руаем де Шазальжит. Яғни, ағылшын тілімен айтқанда, we are Шазальжит, біз Шазальжитпіз француздардың. Ал енді итальян тілінде Кальцак, Стати дель Тартаро. Яғни, қазақ түркілердің мемлекеті деген
сондай атаулары Тартари деген сол кезде түркілер деген түркілер деген мағынаны білдіреді, өйткені жалпы мінекей көріп тұрмыз дәл қазір. қазақ тартари, яғни қазақ түркілер мемлекеті. Сосын америкалық картографтар біздің мынау мемлекетке келген кезде, ұлы даланың үлкен қазақ мемлекетінің кеңістігіне келген кезде, олар біздің атауларының соншалықты еркіндікті сондықтан мен архивтерді мынау зерттеген кезде бірінші карта табылған, бұл әйгілі Англияның бірінші Елизаветінің елшісі Энтони Дженкинсонның болғаны 25 экземплярмен шығарылған карта. Ол Вроцлав қаласында, бір ғана данасы Польшаның Вроцлав қаласында сақталған Қазақия деген көрсетілген карта. Ол картаның орны ерекше, өйткені мынау жалпы Европалық тарихында ешқашан осындай мынау қазақтың тұрмысы, әскери, саяси жүйесін, кәдімгі салт дәстүрін көрсететін карта болмаған. Мәселен, ол картада мен сізге айтайын, ақ жаулықты аналарымыздың тек қана осы 8 март келе жатыр ғой. 18 образдар сүреттелген. Қоса берілген, иә? Қоса берілген. Сонда мен осы картаны зерттеген кезде мынандай бір сұрақ пайда болды. Осы картаны менің ойымша Энтони Дженкинсона бір қазақ көмектескен сияқты, қазақтың салт дәстүрін. Мен ойладым, осы біздің қазақ аристократиясының ақсүйектердің Энтони Дженкинсонмен бірге Англияға жіберген болатын, және ол ассистент ретінде осы карталарны әзірлеуге көмектескен болатын. Бірақ мынау табылған ғылыми жаңалық одан да асып түсті. Энтони Дженкинсонға мынау елшісіне көмектескен кім дейсіз ғой? Қазақтың ақсүйектің ішінен шыққан аристократиясының Ару Сұлтан деген анамыз. Ол 14-15 жасында ағылшын елшісімен Англияға барады. Бірінші Елизаветінің дворына, хан сарайына барады. Және де сол бірінші Елизаветінің мынау ең жақын ортасында беделді болады. Ару Сұлтанның беделдігі, көрегендігі, білімнің деңгейі соншалықты, бірінші Елизавета оны өкіл қызы деп атайды. Сонымен бірге өзінің кеңесшісі жақын фрейлин деп аталады. Яғни ағылшын хроникасында, оның ішінде Англияда, Лондонда Хэмптон Корт деген белгілі танымал корольдің сарайы бар. Ол жақта Presence Chambers деген яғни қабылдайтын бөлмесінде тақ төрінде біздің Ару Сұлтан деген қызымыздың, анамыздың сол портреті бар. Соны зерттеген кезде барлығы өзінің орнына тұрған болатын. Яғни тек қана қазақтың емес, түркі тілдес, түркі нәсілдес дүниенің және ислам өркениетінің Англияда бірінші Елизаветінің жалпы дворының тарихында тұңғыш мұсылман, тұңғыш қазақтың қызы, тұңғыш түркі әлемінің өкілі ретінде ол тарихқа енген болатын. Менің ойымша, бұл Ару Сұлтанның аты болашақта қазақ қаракөздер қыздарымыздың бір ең сүйікті есіміне айналады. Және де болашақта осы Ару Сұлтанға тиесілі театрларда, сахналарында, кинода, сериалда түсіріледі. Өйткені бұл Томирис секілді біздің қазақ тарихына қайтарылған есімі. Қайтадан айтайын, бұл бұрын соңында болмаған дүние, ғылыми жаңалық, яғни қазақтың қызы Англия корольдігінің сарайында бірінші Елизаветінің кеңесшісі деңгейінде көтерілді. Және бірінші Елизаветінің сән мәселесі бойынша кеңесшісі, яғни ол келген кезде Англияның сарайында, білесіздер, олар аяқ киімді барқыттан жасалған аяқ киімді киген болатын. Ал Ару Сұлтан келген кезде, ол ағылшын хроникасында нақты жазылған, ол тапсырма жасайды, яғни былғарыдан жасалған аяқ киімді. Ол бір, және де өкшені, яғни аяқ киімді өкшелі болу үшін бірінші тапсырыс жасаған, және бірінші Елизавета кеңес берген, соған сый ретінде берген біздің Ару Сұлтан анамыз болған. Ал Ару Сұлтанды бірінші Елизавета соншалықты сыйлағаны оның өкіл шешесі ретінде болған. Және де әрқашан өзінің сүйікті Ару Сұлтан
ханымға өзінің мынау сыйларын беріп тұратын болатын. Сонда бұл мәліметтердің барлығын сіз сол ағылшын патшайымының өзінің жеке қорынан табылған мәліметтер бойынша айтып отырсыз ғой? Иә, әрине, ол мынау жақында ол мақаланы мен жарияладым, яғни бұл мақала 7 жыл әзірленді, өйткені білесіздер, ғылымда ең басты мәселе бұл дәлел. Әрине, дәлел бұл дәйек болу керек. Сондықтан мына British Library, яғни британдық кітапханасында Харли Ролл номер 18-ші 5-ші бетінде нақты Ару Султана Ипполитаға